Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ауызда еритін жұмсақ болып шығатын творог қосылған печеньені дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, сіздерде бірге жасап көріңіздер. Және де астында тұрған подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 390 грамм ұн, шекер, шым-шым тұз және де ұн қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң бөлме температурасындағы 150 грамм сары майымызды салып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Осындай көлемде болуы қажет. Біздің сары майымыз ұнға жақсылап араласу қажет. Болғаннан соң біз 2 жұмыртқаның сарысын және де 2 ас қасық сметана қосатын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң жақсылап қамыр илейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген тексерілген оригинал рецепттермен бір жасағаннан шығатын рецепттерді таба аласыздар. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын тестамыз дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет. Біз тестамызды дайындап болғаннан соң 30 минутқа холодильникте қалдыратын боламыз. Ал енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Бізде начинкасына үй жағдайындағы творог және де шекер және 2 ас қасық көкөніс крахмалын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздердің творогтарыңыз сулы болмауы қажет. Құрғақ творогты пайдалансаңыздар болады, су шығып кетпейтіндей. Міне біздің осылай творогымыз дайын болады. Начинкамыз творогтың майлылығы 9% болуы қажет. Сонда сіздердің творогтарыңыз суы шықпай жақсы болып тұрады. Бізде жарты сағаттан кейін осылай тестамызды алып, ортасынан 2-ге теңдей бөліп аламыз. Біздің тесталарымыз жұмсақ болып келеді, сондықтан да кішкене ұн қосып жасасаңыздар болады. Біз тесталарымызды осылай ыңғайлап аламыз, сосын барып кішкене бөліктерге бөліп, домалақ етіп, алдын ала дайындап қоятын боламыз. Бізде осылай 30 штуктай шығады, 25-30 штуктың көлемінде шығады. Барлығын домалақ етіп жасап болғаннан соң, бетін міндетті түрде жауып қалдырыңыздар. Сосын барып, біз тесталарымызды дөңгелек етіп шайып аламыз. Сосын тең ортасынан бөліп, творогымызды, начинкамызды саламыз. Салып болғаннан соң, екі жағында жақсылап басып, осылай жауып шығамыз. Барлығын жауып болғаннан соң, осылай ораймызда астын видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап нығыздап астын жауып шығамыз. Болғаннан соң, 1-2 рет жерге ұрып, тегістейтін боламыз. Міне сіздерге тағы да 2-ші рет қайталап көрсетемін. Дөңгелектеп, сіздер тесталарыңызды жайып аласыздар. Сіздердің дөңгелек етіп жайғандарыңыз өте маңызды. Сол себепті сіздердің печеньеларыңыз әдемі тюльпан гүлі сияқты әдемі болып шығады. Теңдей ортасынан бөлесіздер. Бөліп болғаннан соң 1 чай қасық начинкасын саламыз. Осылай шетіне азғантай етіп салыңыздар. Тесталарыңыз жарылып кетуі мүмкін, көп салсаңыздар. Болғаннан соң астын және де шетін осылай жауып шығамыз. Астын жақсылап нығыздап жерге 1-2 рет ұрып тегістейтін боламыз. Біздің тесталарымыз жұмсақ болып шығады. Осылай барлығын тюльпан гүлі сияқты жасап аламыз. Жасап болғаннан соң 180 градуста 25-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньямыз дайын болды. Суыған соң бетіне қант ұнтағын сеуіп, әрлеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!